Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді әрі керемет 30 санды вупи-пай тортын дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұмыртқаларды ыдысымызға салып, миксеріміздің ыдысына салып, шым-шым тұз саламыз және қантты салып, біркелкі масса және де аппақ болып шыққанға дейін миксерлейтін боламыз. Төрт-бес минут шамасында жақсылап миксерлейміз. Ең жоғарғы тездігінде миксерлейтін боламыз. Оған дейін ұнды, какао, разрыхлителді електен өткізіп аламыз. Май мен шоколадты бірге ертіп алатын боламыз. Мінеки жұмыртқалы массамыз аппақ көбіктей болып, 2 есе ұлғайды. Оған енді еріген шоколад пен май араласқан массамызды жаймендеп құятын боламыз. Миксерлеуді тоқтатпаймыз. Өйткені шоколадты массамыз ыстық, жұмыртқалы массамыз отырып қалуы мүмкін. Сол үшін миксерлеуді тоқтатпаймыз. 2 минут шамасында миксерлейміз. Одан кейін ұнды сала бастаймыз. Мінеки еленген ұнымызды қасықтап салып отырамыз. Арасында какао мен разрыхлительні де қосуды ұмытпаймыз. Өте жұмсақ, өте нәзік корждар пісіп шығатын болады бұл қамырымыздан. Мінеки қамырымыз дайын. Енді оны қапшыққа салып аламыз. Және пергамент қағазына мен 3 деген және 0 деген сандарды жазып алған болатынмын, сызып алған болатынмын. Сол бойынша қапшықпен құйып шығатын боламыз. Осылайша корждарды пісіріп аламыз. 200 градуста қызып тұрған пеште әрбір коржды 10 минуттан пісіріп алатын боламыз. Корждардың размері A4 форматында болады. Мінеки енді корждарымыз дайын болғаннан кейін кремімізді дайындаймыз. Творожный сырымызға сахарный пудра салып араластырып аламыз да, одан кейін сливки құямыз. Жақсылап 5-6 минут көлемінде миксерлейміз. Нәтижесінде осындай қою крем дайын болады. Бұл аралықта корждарымызды сандардың трафареттерін қойып, артық корждарды кесіп алып тастаймыз. Және қапшығымызға вупи-пай тортының насадкасын салып, кремді салып, осындай шариктер шығарып тортымызды
жинаймыз. Крем өте қою, нәзік болған, дәміне сөз жоқ. Осылайша әдемілеп шариктерді шығарып, бірінші қабатын ортасына да құйып шығамыз қапшықпен кремді. Міне 0 санында әдемілеп шариктерді шығарып жинайтын боламыз. Мінеки орталарына да крем жағып шықтық. Енді екінші корждарды қоямыз. Жаймендеп қоймасақ, коржымыз өте нәзік болады. Сынып кетуі әбден мүмкін. Сол үшін абайлап тортымызды жинаймыз. Ең беткі тортымыздың коржына крем жағып қоямыз да, тортымызды 4-5 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Одан кейін ганаш дайындап, сливки мен Қазақстан шоколадын ертіп аламыз және тортымыздың бетіне құйып шығатын боламыз. Вупи пай тортын шоколадсыз елестету мүмкін емес. Осылайша біздің тортымыз дайын болуға шақ қалды. Осы кезде сәндеуге арналған заттарымызды дайындап аламыз. Мен әртүрлі шоколадтардан пайдаландым. Альбени, Орео және де қарапайым глазурден ертіп плиточный шоколадтар дайындадым. Шоколадымызды тортымыздың бетіне құйып болғаннан кейін қалған құрғақ шоколадтарды бетіне қойып сәндеп шығамыз. Және де күлгін түсті осындай моншақтармен сәндедім. Ең соңында кондурин жағып шықтым. Астарыңыз дәмді болсын. Менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Сау болыңыздар.